сәл Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Аида. мен Балнұр. Және мен Айсәуле. Бүгін біз сіздермен бірге шай ішіп отырып подкаст түсіреміз. Бізде подкаст жалпы құндылық, жастардың құндылығы, қазіргі буын мен айырмашылығы, баяғы жастардың айырмашылығы жайлы біраз талқыламақ боламыз. Бірінші сұраққа бізде кім жауап беретін еді? Айда жауап береді. Және біз өзіміздің ойымызды қосып отырамыз. Бірінші сұрақты оқып жіберейін. Қазіргі буынның басты құндылығы не деп ойлайсыңдар? Ақша ма, еркіндік пе, әлде тұрақтылық па? Негізі қазіргі таңда енді біз осы қазіргі буынға кіреміз. И мен үшін ең басты құндылықтардың бірі ол еркіндік және адамның өзін өзі дамытуы. Self development бар, бізде self awareness деген бар. Вот қазіргі жастар менің ойымша сол жаққа қарай көңілді қаттырақ бөледі. Және де көп жастар мен өзім істеймін, өзім таңдаймын, өз өмірім деген сияқты зацикливаться етеді да. Вот өз таңдауын өзі жасау туралы. Мысалы, қайда жұмыс істеу керек, не оқу керек, қалай өмір сүру керек. Вот они сами все это знают. Олар өз жеке пікірін ашық айтуға және өз арманына жетуге көбірек мән береді. И олардың басты мақсаттары да цель дейді ғой. Вот сондай. Сондықтан мен ойымша ол еркіндік. Иә, адам өзін еркін сезінген кезде ғана больше дамуға ұмтылатын сияқты болып көрінеді. И вот өз-өзін дамыту. Қазір еще жастардың көбісі, мысалы, енді ағылшын тілі туралы айтатын болсақ, ол уже бәрі IELTS тапсырып жатыр, TOEFL тапсырып жатыр, көбісі шетелге оқуға кетіп жатыр. И андай бар, кейде енді ата-аналар қарсы болады. Мысалы, шетелде оқымай ақ қой деген сияқты. Бірақ сен жағдайын жасап бер, сен Қазақстанда қал, шетелге кетпей ақ қой деген сияқты бар ата-аналарымызда. Батыл жастардың көбісі өз арманына жету үшін, мақсатына жету үшін тәуекелге барып шетелде оқиды. Мен үшін ол өте күшті нәрсе сияқты. Так, бізде екінші сұрақ бар. Ол әлеуметтік желілер жастардың ойы мен құндылықтарына қалай әсер етеді? Бұл сұраққа мен өзім жауап беріп кетейін. Қазақша айтып жіберсем. Бізде әлеуметтік желілер қазір бүкіл жерде бізді қоршап тұрған әлеуметтік желілер. Қайда барсақ та, мысалға, тұра салысымен тұрамыз да, Инстаграм ашамыз да, жұрттар история салды ма екен деп бүкіл историяларын қарап шығамыз, TikTok қарап шығамыз, кім не салды екен, қандай видео, қазір қандай приколдар өтіп жатыр деп. Қалып кетпейін деген сияқты. Жастардың ой мен құндылықтарына қалай әсер етеді? Жастардың әсіресе подростық кезінде, яғни жасөспірім кезінде осы интернеттегі болып жатқан бүкіл тренд, барлық нәрселер қатты әсер етеді деп ойлаймын. Мен өзім personal experience ретінде айтатын болсам, мысалға мен жасөспірім кезімде 8 класс кезінде сол кездерде көбінесе ағылшын сериалдарын көп көретін. И менің құндылығым қандай? Тоже мысалға американский сериалдарда көп нәрсе нормализовать етеді, мысалы көп нәрсе нормализовать етеді. И ол кезде мен әлі өмірге деген көзқарасым қалыптаспаған, мысалға сондай нәрселерге көзқарасым дұрыс қалыптаспаған. И сол жақта не нормализация етіледі, сол нәрселер мен үшін тоже норма болып кетті да сол кездерде. И сол кездерде былай айтқанда қатты шайып қуып кеттім. И бірақ потом өсе келе уже қазір енді білмеймін, ондай қатты өсіп кеттім деп айтпаймын, бірақ примерно қазір мысалы құндылықтарым басқашалау. Ол кезде бірақ қатты әсер еткен сол киноларда болып жатқан нәрселер, солар қатты әсер еткен еді. И қатты фанатить етіп, жалпы сондай кезім болды да ол кезде. Вот осы қалай әсер ететінін кәдімгідей көрсетті. Енді қазір көбінесе жастар, балалар көбінесе интернетте оларға, жалпы адамдарға шетелдің андай идеальный өмірі идеальный өмір болып көрінеді, шетелдегі өмір. Бірақ әр елдің, былай қарасаң, әр елдің өз минусы бар ше. Мысалы, Американың күшті дейміз, Америкаға хочу дейміз, әдемі видеолар салып қояды. Нью-Йоркта ғана Спайдерменнің жүгіріп жүрген жерлері бар, сондай әдемі жерлерін көреміз. Бірақ былай қарасаң, шындығына келгенде Америкада көбінесе андай үйсіз адамдар, бомждар немесе қару кәдімгідей спокойно қару алып жүре алады адамдар өздерімен бірге. Не особо безопасно. Не особо безопасно. Сондай сияқты Кореяда былайдан драма күшті деп көреміз, хотя ол жақта білім оқу өте қиын, бір-бірлерімен адамдардың арасындағы буллинг,
адамдар бір-бірімен өте қатты соревноваться жарысып жүреді, андай бәсекелестік қатты ойнайды, типа қатты роль ойнайды. И адамдар ол үшін андай кәдімгі құндылықтар, яғни дос болу, достық деген нәрселерді ұмытылып кетеді сондай кездері. Сондай сияқты каждый жердің минусы бар, андай типа бір жерге қатты фанат етеді, ойбай деп сол үшін өліп кететіндей болмау керек жалпы. Бірақ сондай құндылықтарға солай әсер етеді да, интернет солай әдемілетеді, романтизация деген сияқты нәрселер көзге әдемі қылып көрсетеді, бірақ хотя оның да минустары барын ұмытпауымыз керек деген секілді. Үшінші сұраққа келетін болсақ, сендердің ойларыңша қазіргі жастар бұрынғы буыннан несімен қатты өзгерді? Бұған мен жауап беретін болсам, қазіргі замандағы жастар, қазіргі заманның адамдары көбінесе өздерінің менталдық деп айтады ғой, психический состояниеларына көп қарайды да. Бұрынғы заманда СССР кездерінде адамдар өзінің ойын қандай екенін, өзінің психический состояниесі қандай екеніне особо маңыз көңіл аудармайтын. Енді ол кезде қалай мен выживать етем, ертең даже қолымда нан болады ма екен, балаларымды қалай өсірсем болады дейтін ойлармен көбінесе жаңағындай үй алу, ақша табу дейтінге көңіл бөлді да. Ал қазіргі таңда енді шүкір қазір бәрі бар ғой, қолымызда киіміміз бар, жейтін тамағымыз дайын тұр. Соның арқасында біз көбінесе өзіміздің состояниемізге маңызды көп көңілді аударамыз. И өзімізді қалай стабильный состояниеда ұстауға тырысамыз. Burnout дейтіндер болады, оған да қатты кетпеуді ойлаймыз. Егер бірдеңе болып қалатын болса, даже қазір психологтар көп қой, сол психологтармен сөйлесуге тырысамыз. И тәуелсіздік деп айтып өткендей, жаңағы қазіргілерде тәуелсіздікке, икемділікке көп қарайды. Бұрынғыдай таңғы 9-дан кешкі 6-ға дейін жұмыс істеп отыратын, ешкім келмейді дейді, жұмыс істеп отырғысы. Андай үйде жасалатын жұмыс болатын болса, жұмыс болатын болса, неге жұмысқа барғанша үйде жасай салмасқа дейтіндер болады. И сол айырмашылық сияқты көбінесе бұрынғы заманға қарағанда қазір көп еркіндік бар, икемділік бар, стабильный состояние, психический состояние болсын, андай жаңағындай ақша не болса да бәрі уже қазір более стабильный бұрынғы заманға қарағанда. Солай ойлаймын. Негізі бізде үш сұрақ та бір-біріне өте, жауаптары да бір-біріне өте сондай тығыз байланысты деп ойлаймын. Өйткені бізде жаңағындай құндылықты айтамыз. И әлеуметтік желілер, шетел қалай әсер етеді деген сияқты. Осылай қалай баяғыда жастар қалай болды, қазіргі жастар қалай өзгерді, и осының бәрі бір-біріне өте байланысты. Әлеуметтік желілерден қарайды, үйтеді, бүйтеді, и солай құндылықтар да өзгереді, алып шетелге шыққысы келеді, солай мысалға более енді біз көбінесе Американы еркін деп көреміз, солай олар да солай еліктеп тоже еркін болғысы келеді жастар қазіргі. Жалпы сол, мен оны жаман деп ойламаймын. Әлеуметтік желілерде мысалы қазір өзіміздің құндылықтарымызға әсер етеді. Жаңағыдай известный адамдарды көреміз да, бізде олардың ойын тыңдаймыз. Негізі біздің ой аяқ астынан пайда бола салмайды ғой, біз басқалардікін естіп болғаннан кейін барып, осындай болады екен ой дегенде ойлар келеді. И солардың арқасында да біздің ойларымызға өзгерістер келеді. Қайсысы дұрыс емес екенін жайлап түсініп бастаймыз дейтін сияқты. Әлеуметтік желілерінде кәдімгідей қазіргі құндылықтарға әсері бар. Сөйтіп сол енді қазіргі 21-ші ғасырда адам баласы жалпы әрдайым даму үстінде жүреді, және бізде сол қалыптан таймай даму беру керекпіз. Тек бір тілді ғана үйретеміз, көп тіл үйрену керекпіз. Тоже шетел аралап, экспириенс жинап, тәжірибе жинап, оны Қазақстанға көрсете білу керекпіз. Жаңа технология ашайық деген сияқты. Сол арқылы енді дамимыз ғой. Сол арқылы елімізге де еліміздің дамуына үлес қосамыз. Бұл енді адамзаттың жалпы борышы ғой. Сол бізбен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Көргендеріңізге өте қуаныштымыз. Осы видеоны бізбен до конца соңына дейін болғандарыңызға қуаныштымыз. Өздеріңіздің ойларыңызды айтып кетіңіздер, біздің сабақта көретін шығармыз. Сол басқа студенттердің де видеолары өте қызық, қалай болатынын бірге тамашалайық бәріміз. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Келесі жолы жолыққанша. Сау болыңыздар.
біттігі шүкір ё-моё алла бітті ау құдай ай бітті мама енді айналыспас